Ал қайлы күн құрметті достар, қош келдіңіздер бұл нац каталог сабағына. Қараңыздар, бұл национальный каталог жайлы қысқаша түсіндірме өткіземін. Содан кейін барып, уже ноутбуктарыңыз дайындаңыздар, сразу бастап кетеміз сабақты. Қараңыздар, национальный каталогқа біздің Каспийдегі карточкаларды привязка жасау керек. Ол үшін бізге осы ноутбук керек. Национальный каталог сайтты қазір көрсетемін, запись экран шығарып осы жерде. Соның бәрін пошагово жасасаңыздар, сол кезде ешқандай қатесіз тіркейтін боласыздар. Түсінікті ғой, көп созбайын, ендеше бастайын. Ноутбукты ашасыздар. Потом национальный каталогтың сайтын ашамыз. Міне официальный национальный каталогтың міне сайты бар. Міне көрдіңіздер ма, национальный каталогтың сайты ашылды. Осы жерде міне гости басамыз да, вайтиді басамыз. Сөйтіп, мына жерде көрдіңіздер ма, вход деп тұрады. Сіздер әлі регистрация жасамағансыздар. Кім регистрация жасап кіріп қойған, кіре беріңіздер, логин пароль жазып. Ал жасамағандар мына регистрация бөліміне кіреміз. Сөйтіп, мына жерге юридический лицо ИП деп тұр. Көрдіңіздер ма? Егер сіздерде, ИП болатын болса, ИП-ны таңдайсыздар, ТО болатын болса, осы юридический лицоны таңдайсыздар. Міне ИП көрдіңіздер ма? Одан кейін барып, мына жерге иін жазамыз. Өздеріңіздің иіндарыңызды жазыңыздар мұнда. Мен өзімнің иін жазамын. Ол сол ИП-ның данныйын жазасыздар, қатесіз. Міне мұнда жазамыз. Иін бейінға да соны қоямыз. Иін представитель организацияға да соны қоямыз. Өйткені иін бір бәрінде. Наименование организация, яғни өздеріңіздің ИП-ларыңыздың атауын жазасыздар. Мысалы, міне мен өзімдікін жазамын. ИП алдына обязательно қойыңыздар. Міне ИП мен өзімнің атын жаздым. Одан кейін барып имя, яғни аты жөнін жазамыз. Өздеріңіз полный толтырыңыздар данныйларды. Почтаға почтаны жазасыздар өздеріңіздің обязательно, потому что сброс жасағанда пароль ұмытып қалған жағдайда ол почтаға сіздерде доступ болуы керек. Түсінікті ғой? Сол үшін міне почтаны жазамыз, одан кейін номер телефон жазамыз. Номерді жаздық, одан кейін өздеріңіз ұмытпайтын пароль қойыңыздар. Так, яғни роботты басасыздар, парольдарыңызды қойдыңыздар, ұмытқамаңыздар парольдарыңызды. Отправить код подтверждения басамыз. Міне, енді мұнда сохранить етіңіздер парольдарыңызды. Сөйтіп код келеді, кодты осында жазасыздар. Сіздерге код Gmail-ға барады. Қандай аккаунт, қандай email немесе Gmail почтаны енгіздіңіздер, сол жерге NKT-дан код келеді, сол кодты жазыңыздар. Міне, өздеріңіздікін жазыңыздар. Міне подтвердить басамыз. Регистрация успешно перейти к входу. Көрдіңіздер ма? Енді мұнда не істейміз? Өзіміздің жаңа данный таңдаймыз да, осымен войти-ді басып кіріп кетеміз. Міне көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, мұнда арғарай сіздерді міне сохранитті басамыз. Арғарай сіздерді міне жібермейді. Не үшін? Потому что қараңыздар, міне мына жерде полный не шығып тұр? ECP ключ шығып тұр. Яғни Nclair-нан ECP-ларыңызды полный привязка жасау керек. Оны қалай жасайтынымызды міне қараңыздар. Міне Nclair национальный удостоверяющий центр дегенді басасыздар, осы сайтқа кіріп, осын басасыздар. Енді қараңыздар, міне инструкция барлығы по установке көрініп тұр. Енді мысалы менде MacBook, MacBook-тарға бөлек инструкция бар. Мысалы егер сіздікі MacBook болатын болса, мына инструкция по установке ссылканы басасыздар. Сөйтесіздерді міне полный инструкция көрсетіп қойған. Менікі MacBook, мен осыны пошагово жасағам. Сіздерде дәл осылайынан пошагово мына жерде көрсеткеннің барлығын ECP ключті аласыздар да, осы жерге енгізіп тұрып жасайсыздар. Сол кезде міне NCK міне көрдіңіздер ма, мынау менде қосылып тұр, міне осылай жоғарыда сіздерде қосылып тұру керек. Сонымен соны қосқан кезде ғана сіздер национальный каталогқа кіре аласыздар. Ал оны национальный каталог енгізбесеңіздер, онда сіздерді пропускать етпейді. Түсінікті ғой? Оны міне мынау сайт арқылы жасайсыздар, міне Nclair деген көрдіңіздер ма? Ал егер міне мына жерде Windows болатын болса, міне барлығын көрсетіп қойған көрдіңіздер ма? MacBook-тікі, Windows-тікі, қандай версия, осының бәрін қарайсыздар да, осыны жасайсыздар. Инструкциялардың бәрі көрініп тұр. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Енді біз не істейміз? Осы ECP-ны полный Nclair ма жаңағыны тіркеп алған соң, біз не істейміз? Өзіміздің аккаунтқа кіреміз. Өзіміздің аккаунтқа кірген кезде ол былай кіреді, міне. Өзіміздің аккаунт логин пароль кіреміз, ECP-ны жалғап қойғанбыз. Міне енді кіріп тұр, көрдіңіздер ма? Ешқандай не сұрамайды. Личный кабинетті басамыз.
сөйтеміз да мына личный кабинетті басқан соң мои товары барлығы тұр. Осы жерде мои заявканы басамыз. Енді осы жерде создать деген кнопканы басамыз. Ал енді мұқият тыңдаңыздар, бізде басталды. Енді мына регистрацияны басқан соң мына поиск по категориям оқытыру деп тұр, дұрыс па? Осыған не істейміз? Мысалы, біз мына жақта кіреміз. Допустим, давайте бір товарды тіркейік. Мысалы, допустим, мен на вакууматор, вакуумный упаковщик тіркегім келіп жатыр, Мысалы, сіз осы вакуумный упаковщик брендпен сатасыз ба, ашық карточкамен без разницы, мына атын көшіріп аламыз. Сөйтеміз да осы толық аты керек, яғни товардың. Сөйтіп, национальный каталогқа келеміз. Міне поиск по категориям оқытыру деген жерге қоямыз осыны. Міне енді қараңыздар, вакуумный упаковщик, упаковщики вакуумный деп тұр. Көрдіңіздер, біздерге вакуумный упаковщик керек. Осы жерде мән беріңіздер, қате таңдап қойып жүрмеңіздер. Міне таңдадық. Міне бытовая техника, мелкая кухонная, міне көрдіңіздер, под категориямен полный таңдалды. Енді не істейміз? Осы жерге полное наименование товар русский деп тұр, и каз деп тұр. Осыған аттарын қойып шығасыздар. Міне, допустим, мынаны көшіріп аласыздар. Міне орысша атын, орысша атын орысшаға қоямыз, как положено. Сөйтіп дәл осының енді біз не істейміз? ChatGPT-ға келеміз да, мынаған жазамыз. Қазақша перевод жаз дейміз. ChatGPT-ға. Сөйтіп міне ChatGPT сізге қазір вакуумный упаковщик деген қазақшасын жазады енді. Міне вакуумды қараңыздар, вакуумды қаптағыш, вакуумды орағыш, көрдіңіздер ма? Вакуумдағыш деп тұр. Вакуумдық қаптағыш құрылғы деп тұр. Енді біз осыны аламыз, детально, чтобы барлығына түсінікті болатындай. Осыны мен көшіріп аламын, сөйтіп национальный каталогқа келемін, сөйтіп мына қазақша атауын қойдық. Одан кейін мына ағылшынша керек емес, краткое наименование товара русский дейді. Бұған біз мысалы мынаған былай жазсақ болады. Вакууматор деп қысқаша қайыра саламыз. Одан кейін міне мына жерге қазақша керек емес, не обязательно, көрдіңіздер ма? Мынада звездочка тұр, обязательно. Одан кейін мұнда келеміз, страна происхождения. Бұл Китайды таңдаймыз. Міне Китай біздікі. Одан кейін товарный знак. Енді осы жерде мұқият беріңіздер, қараңыздар. Егер сізде товарный знак болатын болса, товарный знактың атауын осы жерге жазасыз. Товарный знак жоқ болса, онда бұл жерге жазбайсыз, ол нонейм болып кетеді. Түсінікті ма? Ашық карточкадегі кісілер осыны енгізесіздер мына жерге. Товарный знакқа ешқандай бренд тіркемейсіздер, ал товарный знагы бар брендпен сататын кісілер товарный знакқа осы жерге атын жазасыздар. Мысалы айтатын болсақ, допустим, мысалы Samsung деген секілді, міне полный өздеріңіздің брендтеріңізді мұнда жазасыздар. Түсінікті ма? Міне Samsung деген секілді. Өздеріңіздің бренд жазасыз. Samsung жазып жүрмеңіздер тағы. Өзіңнің брендің қандай товарный знакта, брендіңнің атауы соны жазасың. Одан кейін барып, модель артикул дегенге бізге керек емес, заводской номер керек емес, бізге ол маңызды емес. Мына модель артикулға мынаны қой жерсеңіздер болады. Мына жерде модель жоқ, көрдіңіздер ма? Яғни мына жерде модель, мысалы, допустим, мынаны көрейік. Мына жерде мысалы, мына жерде моделі мынау BL11 деп тұр. Мысалы, осындай сіздерде модель болатын болса, осыны мұнда қой жерсеңіздер болады. Өздеріңіздің модельдеріңізді. Одан кейін қойсаңыз алады, қоймасаңыз алады, оны өзіңіз таңдайсыз. Қойған абзалырақ. Одан кейін міне TNVT, көрдіңіздер ма? TNVT-қа бұл жерде біз не істейміз? TNVT-ті осы жерде дұрыс таңдау керек, қате жібермеу керек. Ол үшін мұнда келеміз, біз жазамыз. Қазір тілін ауыстырайын. Міне TNVT, міне TNVT код дегенді басамыз. Міне көрдіңіздер ма? Осы сайт шықты бірінші. Осы сайтты басамыз. TNVT кодты. Сөйтеміз да мұнда ключевой сөзін жазамыз. Енді біз мұнда келеміз, допустим, біз мына карточканы тіркеп отыр едік жаңа. Енді мына вакуумный упаковщик деген сөзді, товардың анық атауын жазамыз да мұнда қоямыз. Сөйтіп поискты басамыз осы сайтқа өтіп, осы сайт, міне қараңыздар, 71-де 51% бұл не деген сөз? Мынау осы именно TN, мынау коды, осы вакуумный упаковщиктің код TNV-ді осы. Яғни осыны 71% болып тұр. Осыны көшіріп аламыз. Міне скопировать кодты басып, сөйтеміз да мұнда келеміз национальный каталогқа. Сөйтеміз да мұнда басамыз. Енді қараңыздар, оқимыз. Оборудование для упаковки или обертки, включая оборудование, обертывающий товар с термоусадка, тағысын тағы. Міне, дұрыс па? Дұрыс. Көз жеткіздіңіздер, осыны таңдаймыз да енді выбрайтты басамыз. Міне көрдіңіздер ма? Таңдалды TNVT. Енді осы жақтан келеміз. Мына единица измерения деген тұр, Осы жерге біз не істейміз? Мұнда жазамыз. Штук дейміз. Міне штук. Сол кезде міне штука шықты, көрдіңіздер ма? Осы штуканы басамыз. Количество назначения единица измерения деп тұр. Бұған
бірді басамыз біз, короче. Міне. Бірді таңдаймыз, болды. Түсінікті ғой, штука, единица измерения. Мына количество значений бірді қоямыз. Одан кейін барып, мұнда келеміз. Енді информация о производителе. Осы жерде мән беріңіздер. Мысалы, қараңыздар, странаға, как положено, біз Китайды жазамыз. Мысалы, Қытайдан алып келеді көбісі. Мысалы, мен Қытайдан әкелем, Қытайды жазам. Мысалы, сіз местный производство болатын болса, мысалы, мебель деген секілді, онда Қазақстан таңдайсыз. Производстводан ше, и ол жерге указать ету керек. Мысалы, мен бүкіл товарым Қытайдан болса, мен тек қана Қытайды таңдаймын. Түсінікті ғой? Ашық карточкада сатасыз ба, брендпен алып келесіз ба, Қытайдан әкелсеңіз Қытайды таңдайсыз. Өзбекстан болса, Өзбекстан таңдаңыз деген секілді. Түсінікті ғой? Одан кейін наименование производителя. Бұл обязательно көрініп тұр. Көрдіңіздер ме? Көбісі, мысалы, завод егер данный болмаса, просто Китай деп жазып кетеміз. Ал егер заводтың данные болатын болса, мысалы, мен бүкіл товарымды 1688-ден алам, ол 1688 поставщикмен уже 1-2 жыл болды жұмыс жасап жатқаныма. Мен олармен уже договор жасап қойғам, олардың данныйлары бар. Вичаттан сұрасаң, береді данныйын заводтың. Осы жерге мен не істеймін? Өзімнің данныйым жазам. Қытайдың поставщигінің атын мына жерге жазсаңыздар болады. Жоқ болса, Китай деп жазсаңыздар болады. Түсінікті ма? Мына жерге бейін производителя керек емес. Бұда звездочка жоқ. Обязательный поле, мына звездочка тұрған, бұл обязательно толтырмасаң, сені келесі бетке жібермейді. Осын толтырамыз. Түсінікті ма? Міне, осымен полный товар тіркеу бітті. Дәл осылайна не істейсіздер? Ары қарай міне сохранить деген тұр ғой, осыны басасыздар, мысалы. Сөйтесіздер да, бұл уже черновик сохранен деп тұр. Көрдіңіздер ма? Отправить на модерацию дегенді басатын болсаңыздар, бұл не істейді? Автоматом уже базаға енеді. Базаға енген соң оны, яғни искусственный интеллект тексереді да, 5-10 минуттың ішінде сіздің полный жаңағы NTN-ді тіркейді да, сізге NTN код шығарып береді, шифрлық код. Түсінікті ғой, мен мынаны баспаймын, бұны сіздерге жай ғана пример көрсеттім. Осыны өздеріңіз тіркейсіздер, отправить на модерацию деген басасыздар, ол автоматом өтіп кетеді. Мен есе бұны удалить етемін. Түсінікті ма? Енді сіздердікі ол қайқа өтеді? Міне мои заявки деген бөлімді басасыздар. Міне мысалы қараңыздар, міне мына жерде статус барлығы тұрады. Менде выполнено деген ссылка на товар дегенді басамыз. Сол кезде міне көрдіңіздер ме, енді шифрлық код шықты и полный міне NTN код шықты. Осы керек бізге, осы цифралар керек. Осы шықса, сіздердің базаға полный тіркелді деген сөз. Енді не істейміз? Бұл осылайынан товарыңыз дайын болса, ол үшін біз не істейміз? Личный кабинетке өтеміз. Так, личный кабинетке өтеміз. Сөйтеміз да, личный кабинеттеріңізге кіріңіздер өздеріңіздің Каспийдегі. Сөйтіп, кірген соң, управление товар бөліміне өтесіздер. Міне, қараңыздар, управление товарға өтесіздер. Сөйтесіздер де, міне, мына жерде, допустим, товар тұр, менен басам, міне, отпаривательде. Сөйтем да, міне, осылайынан шығады. Астында, міне, добавить штрих код деген тұр. Көрдіңіздер ма? Осы добавить штрих кодты басамыз. Сөйтеміз да, мына нац каталогқа келеміз. Мына кодты скопировать етіп аламыз өзіміздің. Міне. Сөйтеміз да, келіп, мұнда қоямыз. Сөйтіп, сохранить изменения басамыз автоматом. Сол кезде мен баспаймын. Мысалы, басқан кезде автоматом ол, мына жерге добавить етіледі, мына не указан деген жерге біздің жаңағы код кеп түседі. Сол кезде автоматом уже сіздің NTN кодыңыз бар ғой, национальный каталог берген. Сол уже автоматом мынау карточкеге жабысты деген сөз. Прикрепление, интеграция жүрді. Болды. Енді сіздің ешкім мазаламайды сізді. Налоговыйда, өкіметте сізде уже барлығы дайын деген сөз. Түсінікті ма? Дәл осылайынан товардың бөліміне кіріп, осы жерден добавить штрих кодты басып, национальный каталогта берген NTN кодты осыған указать етіп отырасыз. Автоматом сол кезде қосылады. Енді мынандай мысалы сұрақ бар. Мысалы, мына жерде бізде бір NTN код қоя, осы товардан бізде дубликаттар бар. 3 па, 4 па дубликаты болуы мүмкін, басқа да карточкалар болуы мүмкін, бірақ товар бір основасы. Сол кезде дәл осыны аласыз да, жаңағы кабинетке кірдіңіз ғой, сол әртүрлі товар, 3-4 карточка, соны әрқайсысын үстін басасыз, астында добавить штрих кодқа осы NTN код, бір NTN кодты 3-4 дубликатқа қойсаңыз, автоматом дубликат жасалына береді. Түсінікті ма? Яғни дубликат 4 товарыңыз болса, бірақ ол основа бір товар болса, оған 4 түрлі NTN код тіркеудің қажеті жоқ. Бір ғана NTN кодты 4 түрлі бірдей товарға қойып шығасыз и все, вуаля, осымен бітеді. Енді қараңыздар, егер сіздерде мына штрих код деген бөлім шықпай тұрса, значит сіз Каспийде, магазинде, Каспий Pay'да Каспий касса дегенді қоспағансыз. Ал оны қосу үшін не істейсіздер? Қараңыздар, ол үшін біз не істейміз? Каспий Pay'ға кіреміз. Каспий Pay'ға кіреміз да, мұнда келіп, Каспий касса деген тұр. Каспий касса дегенді басамыз.
сөйтеміз да сол жерде полный ары қарай пошаговый инструкция тұр. Сіздің жаңағы складыңыз қай жерде орналасқан, мысалы Алматы ма, Алматыны таңдайсыз, улицасын, көшесін барлығын, сөйтесіздер де таңдап болған соң уже автоматом уже Каспи кассаны қосасыз. Каспи касса қосқан соң ары қарай Face ID сұрады. Face ID-дан өтесіз и автоматом Каспи касса удачно қосылады. Каспи касса қосылған соң ғана барып сіздерде мынандай штрих-код деген бөлім шығады. Егер бұл штрих-код деген бөлім жоқ болса, онда Каспи кассаны қоспағансыз. Барасыз да Каспи кассаны қосасыз, содан кейін барып штрих-код шығатын болады. Штрих-код шыққан соң жаңағындай қосасыз. И все, бітті. Осы мен нацкаталогтан тауарыңызды тіркеу, NTN кодты аламыз, оны Каспиге қалай жалғаймыз, барлығын түсіндірдім. Дәл осы темппен сіздер жалғайсыздар, жасайсыздар. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Одан кейінгі мәселе, егер сіз Каспиде брендке әлі кірмеген болсаңыз, товарный знак, брендпен сату деген секілді заттарды әлі жасамаған болсаңыз и жасағыңыз келетін болса, онда маған обучение не болмаса наставничествоға жазылсаңыздар болады. Біз не істейміз? Обучение или наставничествода полный сіздерге пошаговый товарный знакқа заявка тастау, одан кейін брендпен тауар әкелу, брендпен тауар карточка тіркеу, одан кейін барып оны қытайлар көбінесе 100-200 мың штук сұрайды товарда. Соны көп количество сұрайды брендпен жасау. Соның төте жолдары, яғни аз количествомен қалай брендировать етеміз, одан кейін брендпен тіркелген карточканы қалай топқа шығарамыз, товарный знак дайын болғанда қалай ограничение қоямыз, маркетингке қалай маркетинг инструменттерді қолданамыз, қанша клик болу керек, қанша CTR болу керек деген секілді осының барлығы пошагово үйретіледі Каспиге қатысты. Одан кейін барып Қытайға заказ беру, арзан юань алу, арзан карголар, одан кейін ертең белый возды міндеттесе, карго тоқтатса, онда белый возбен әкелу деген секілді осындай полный процестің барлығын үйретемін. Офлайн, менде онлайн жоқ, сразу айтайын. Егер басқа қаладан болсаңыз, онда маған келіп оқуыңыз керек Алматыға. Где-то бір 3-4 күн, не болмаса бір апта уақыт жетеді. Обучение офлайн форматта болады, жаңағындай групповой жоқ, менде 10 адамды жинап оқыту жоқ, жеке оқытам. Жеке обучение и жеке сопровождение. Екеуінің айырмашылығы, обучениеде полный үйренесіз да өзіңіз алып кетесіз ары қарай. Ал егер наставничество керек десеңіз, бұл сопровождение, яғни бір жыл бойы сізді жетектеп, всегда обратный связь болады, сізге хабарласып, уже задачалар, дедлайндар қойып, бір жыл бойы гонять етіп, сізді тезірек пайдаға шығару біздің мақсатымыз болып саналады. Сол үшін сопровождение алатын болсаңыз осы, обучение алатын болсаңыз осы. Обучениені кімдер алады? Көбінесе уже Қытайды білет, Каспиді білет, заказ беру, бәрін білет, чисто мысалы товарный знак, брендпен сату, сол білмейтін информациясы аз ғана, сол кісілер келіп обучение алады да ары қарай алып кетеді, мені іздемейді да, өйткені олар қасқырлар. Ал егер сіз нөлден бастайтын болсаңыз, онда сопровождениені ұсынамын. Сопровождениенің ішіне осының бәрі кіреді. Полный бір жыл сопровождать етеміз, жетектейміз, Одан кейін барып сопровождение алатын болсаңыз, менде 26 бала Каспи клубта оқып жатыр, яғни 26 бала наставничествомда оқып жатыр. Оларды екі группаға бөліп қойғам. Бірінші группа жаңадан бастаған новичоктар, 10 миллион оборотқа дейінгілерді сол группада ұстаймын. Ал 10 миллионнан жоғары оборот жасайтын болсаңыз, қасқырлар группасы бар, ол жерде уже 10 миллионнан жоғары 30-40 миллион оборот жасайтын балдар отырады. Вот осылай іріктеп алатын боламын. Сол ортаға қосыласыз, апта сайын брейншторм, ай сайын бір үлкен кәсіпкерлер, Каспиге қатысты, Қытайға қатысты үлкен кәсіпкерлердің консультациясын аламыз, бірігіп, брейншторм болады, ақылдасу болады, бір-бірімізге поддержка береміз. Яғни Каспи селлерлердің ортасын құрып қойғанмын. Ондай орта ешкімде жоқ. Бізде қазақтар бір-бірін конкурент көреді, жасырады, қашады. Ал мен сол стереотипті бұзып, қазақтардың басын біріктіріп жатырмын. Мысалы, басқа ұлттар, доңғандар не үшін арзан алып келеді товар? Потому что олар бірігіп алып келеді. Біріккен кезде арзан болады заводтың бағасы, біріккенде береке бар, ұйымшылдық бар. Сол үшін біз қазақтардың басын біріктіру мақсатында осы Каспи клубты ашқанмын. Қысқаша осы, егер де қызық болатын болса, онда Instagram парақшаға өтсеңіздер болады.